Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менің видеоларым сіздерге алғашқылардың бірі болып көріну үшін. Бүгін өте жұмсақ болып шығатын бір жасағаннан керемет болатын фанта мен пирог жасаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, миксердің алдымен жайып баяулығынан бастап, минут сайын баяулығын көтеріп, жылдамдығын көтеріп отырып, жұмыртқамызды жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін шекерімізді салып, 2-3 минут көлемінде миксерлейміз. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Оның үстінен фантамызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен ұнымызды салып, 2-3 бөлікке бөліп, елеуіштен өткізіп салу қажет. Міндетті түрде 2-3 бөлікке бөліңіздер, себебі пирогтарыңыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті елеуіштен өткізіп салғандарыңыз дұрыс. Барлық қажетті заттардың өлшемін төменде описанияда жазып өтемін. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Бір жасағаннан ақ сәтті болып шығады. Ұнымызды салып біттім. Енді үстінен қопсытқышымызды да елеуіштен өткізіп салып аламыз. Араластырып, мен табамды алдын ала дайындап алдым. Фольгамды төсеп, үстінен кішкене май жағып қойдым. Дайын болған қоспамызды табамызға құйып, үстін бір тегіс етіп жайып аламыз. Осы уақыт аралығында пешімізді қыздырып қойыңыздар. 180-200 градуста 20-25 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Осылай пирогымыз үстінен вареньені құйып шықсаңыздар болады. Ол құю құймау өз қалауларыңыз бойынша. Варенье құймай-ақ былайша пісіріп алсаңыздар да болады. Мен үйдегілер вареньені қосқанды жақсы көргендіктен варенье қосып жасадым. Кез келген варенье түрін пайдаланасыздар. Мінекей, осылай барлық жеріне вареньені құйып шықтым. Мінекей пісті. Таяқшаның көмегіменен тексеріп шықтым. Сіздер де осылай қарап көрсеңіздер болады. Сап-сары әдемі болып шықты. Енді үстінен сәндік үшін сахарный пудра септім. Сахарный пудрамызды да елеуіштің көмегімен септім. Өте жұқа болып себіледі. Өте әдемі болады. 1 сағат көлемінде суытуға бөлме температурасына қойып қойдым. Суығаннан кейін барып табамыздан алып, кесіп көруімізге болады. Ыстықтай кессеңіздер, жабысып қалуы мүмкін. Сол себепті суығанын күткендеріңіз дұрыс. Мінекей осындай өте жұмсақ, әдемі болып шықты. Бір жасағаннан сөзсіз керемет болып шығады. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, мені қолдап өтіңіздер. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Қолдауларыңызға рахмет.